сәлеметсіңдер ме балалар? 7-ші сабақ 27, 28, 29, 30-шы жаттығуларды орындаймыз. 27-ші жаттығу мәтінді оқып не туралы екенін анықта. Ат қой. Бұл құстың аты қызғыш. Ол далалы жерде мекендейді. Қызғыштың мойны қара жасылдау, ал арқасы жылтыр. Бауыры мен екі бүйірі ақ түсті, қанаты жалпақ. Тұмсығы түзу әрі қысқа болып келеді. Қызғыш жауынқұртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Зиянды шыбын-шіркейлерді жеп пайда келтіреді. Ол кім? Бұл не кітабынан алынған мәтін екен. Мәтінге жоспар құрып, мазмұндама жаз. Мәтін қызғыш құс туралы. Ал ат қоятын болса, қызғыш құсы. Жоспар. Қызғыштың мекен ету ортасы, қызғыштың түрі, түсі мен сыртқы бейнесі, қызғыштың қорегі, қызғыштың пайдасы. Мазмұндама. Қызғыш далалы жерде мекендейтін құс. Оның мойны қара жасылдау, арқасы жылтыр, бауыры мен екі бүйірі ақ болады. Қанаты жалпақ, тұмсығы түзу әрі қысқа келеді. Қызғыш жауынқұртпен, ұсақ қоңыздармен қоректенеді. Ол зиянды шыбын-шіркейлерді жеп, табиғатқа пайдасын тигізеді. 28-ші жаттығу мәтінді оқы. Үкі жемін түнде аулайтын жыртқыш құс. Оның басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ, ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Мәтін Қазақстан құстары кітапшасынан. Оқығандардың сипаттау мәтіні екенін дәлелде, оған ат қой. Жыртқыш құс, үкінің түрі, түсі, оның пайдасы. Осы жоспар арқылы мәтін бөліктерін талда, қай бөлік жазылмаған, соңғы бөлікті құрастырып айт. Ал кеттік. Мәтін сипаттау мәтіні, себебі үкінің сыртқы бейнесі, яғни басы, көздері, қауырсыны, әрекеті, түнде жем аулауы, дыбыссыз ұшуы суреттеліп тұр. Оған ат қоятын болсақ, үкі құсы деп қойсақ болады екен. Жоспар бойынша талдау. Бірінші жыртқыш құс. Үкі түнде жемін аулайтын жыртқыш құс. Үкінің түр-түсі. Басы үлкен, көздері бақырайған, қауырсындары жұмсақ, ол ұшқанда дыбыссыз қанат қағады. Оның пайдасы. Бұл бөлікте мәтінде жазылмаған екен, қазір өзіміз талдаймыз. Жазылмаған соңғы бөлікті құрастыру. Үкі түнде тышқан, жәндіктерді жеп, егістікті зиянкестерден қорғайды. Ол табиғатқа да, адамға да пайдалы құс екен. 29-шы жаттығу шығармашылық үзіліс, жұмбақты оқып, шешуін тап. Баласын тізіп соңына сүңгіп жүріп үйретті. Су жұқпайтын тонына кім біледі? Үйректі. Неліктен? Балаларын тізіп соңынан ертіп жүреді. Суда сүңгіп жүріп, қорек табуды үйретеді. Су жұқпайтын тоны үйректің қауырсынындағы май қабаты су өткізбейтінін меңзейді. Сондықтан жұмбақтың шешуі үйрек. 30-шы жаттығу мәтінді оқы. Бір үйрек балапандарымен бірге шұңқырдың жанына жүрген. Үйрек барқылдап балапанда шыр-шыр етеді. Әсел жүгіріп келіп шұңқырға қараса, ішінде бір балапан жатыр. Арқасымен құлапты. Қалай бұлқынса да тұра алмады. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты, ал анасы мен балапандарға қарай жүгірді. Мәтін жыл 12 ай журналынан. Мәтіннің өзін қалаған бөлігін көшіріп жаз және оған ат қой. Егер біз осы жаттығумен 29-шы жаттығудағы мәтін бойынша мультфильм жасайтын болсақ, қай мәтін мазмұны бір ғана кадрмен немесе бірнеше кадрмен көрсетер едік. Ал кеттік, талдайық балалар. Бірінші мәтінді көшіріп жазыңдар. Мен астындағы мәтінді алдым. Әсел балапанды шұңқырдан алып шықты, ол анасы мен балапандарға қарай жүгірді. Ат қоятын болсам, құтқарылған балапан. Екінші тапсырма. Мультфильмге талдау. 29-шы жаттығудағы мәтін үйрек туралы. Мұны бір ғана кадрмен көрсетуге болады. Яғни суға сүңгіген үйрек артынан тізіліп келе жатқан балапандары.
Ал 30-шы жаттығудағы мәтін Әселдің балапанды құтқаруы. Бұны бірнеше кадрмен беру қажет. Үйрекпен балапандардың шұңқыр жанында жүргенін, балапанды шұңқырға құлап бұлқынуы, Әселдің жүгіріп келуі, балапанды құтқарып анасына қарай алып баруы. 29-шы жаттығу мәтінін бір кадрмен, ал 30-шы жаттығу мәтінін бірнеше кадрмен көрсетуге болады екен. Түсінікті болды ма, балалар? Түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Рахмет.